Құлпынай, сен осы жылына төркінге неше рет барасың? Жұрттар бір елдің ішінде тұрсақ та жылына бір рет барамыз ғой. Сен сонау мұхит асып Кореядан Қазақстанға жылына қанша рет келесің? Күйеуің осыншалық келе бергеніңе қарсы емес па? Төркінге қалай жиі жібереді деген сұрақтар комментарийде келіп жатыр екен. Бүгін ата енеміздің үйіндеміз. Өткен апта елге барып келдім. Бүгін енеміздің үйіне келдік. Енеміздің үйіне келу себебіміз шашым. Біз шаш жасату үшін Думан екеуміз міндетті түрде енеміздің үйіне келеміз. Басқа қаладан басқа қалаға келеміз. Бүгін шаш демекші бір құпия айтамын сіздерге. Бірақ күлмеймін деп уәде беріңіздер. Шын айтамын. Бұдан былай менің шашымды ғана көрмеңіздер. Ертеңіңіздерді көрсетемін. Мына шаш не деп ойлайсыздар? Мына шаштың астында анау айтады ғой, көрінгеннің барлығы әдемі емес деп. Мына шаштың асты негізі аппақ, күн көрініп тұрғандай аппақ тақырбас болған. Ол қалай болды деп ойлайсыздар? Жұмысқа баратын болдым, енем мамамнан да чокка кесіп берді. Жұмысқа барамды, таң сағат 5-те тұрдым, 6-жарымға жуынып боянам деп, домалақ тарақ бара дейді. Домалақ тарақпен орап қойдым да боянып әдемі болғаннан кейін такси шақырып қойдым. Енді тарағымды шешіп кете салайын десем, шешілмейді анау тарақ. Мен ана тырнағымды кесіліп біткенше кесіп атын, бәрібір ашылмады тарақ. Эссенспен де көрдім, маймен де көрдім, ыстық сумен де жуып көрдім, болған жоқ. Сонымен амал жоқ, айнаға қарап тұрып, жылап тұрып, қайшымен кестім. Кескен ғой. Мына жерім ғана дып-дымалақ аппақ тақырбас болып қалды, күн шығып тұрғанда. Оны көріп жылап жұмыс таксиге кепка киіп алып жылап барған жұмысқа әлесінде дәл сол шашпен ешкім байқаған жоқ. Мен Қазақстанға да барып келдім. Жолдасым маған жаңағы асты бояйтын кушон алып берді да, шаш кушонды өмірімде бірінші тарап көрдім. Сонымен сол астындағы жарқыраған көрінбей жүргенмін. Осы жолы сәл өсіп, енеме келіп, енем қайтадан чокка жасап берді. Мына шашты көрсеңіздер күлмеңіздер. Шашымда осындай оқиға бар. Ал енді жолдасым ыдыс жуып жатқан кезде мен сіздерге әңгімені ары қарай жалғастырып кетейін. Барлығының сұрақтары осы ғой. Жылына қанша рет төркінге келесің? Жолдасың жібереді ме, үндемейді ме? Біз сияқты елдің ішінде емес қой, мұхит асып келе жатсың деген сұрақтар болған екен. Давайте оны жолдасының өзінен сұрап көрейік. Негізі бір нәрсе айтайын. Мен төркініме барып келім, Кореядан Шымкентке дейін бару $1000. Шамамен груб айтқан кезде Алматыға емес Шымкентке дейін бір өзім барып келу $1000 ақша кетеді екен. Мен оны жолдасым айтып күледі. Әр жыл сайын емес, сен әр сезон сайын барып жатсың ғой деп. Негізі үйленген кезімізде жолдасым маған уәде еткен болатын, жылына бір рет төркінге міндетті түрде жіберіп тұрамын деп. Ал енді қазір жылына бір рет емес, сезонында бір рет, мезгілінде бір рет барасың ғой, жылына 4 рет. Оны білгенде 3 жылда бір рет барасың деп айтатын едім, сонда жылына бір рет баратын деп күледі ғой. Коронавирус кезде бара алған жоқпыз. Ол кезде енді басқа тема ғой. Ол кезде коронавирус кезде ұшақтар ұшқан жоқ, қорықтық, баламен бар қорықтық. Ол кезде бір 2-3 жыл барамай қалды. Давайте өзінен сұрап көрейік. Мені жылына 3-4 рет немесе 4-5 рет кейде төркінге жіберуіне қалай қарайды екен? Өзінің ойын сұрап көреміз. Yani 오빠야. 마누라 진정에 자주 가는 거에 대해서 어떻게 생각하세요? 자주 가면 좋지. 두현이도 대신 데리고 가면 뭐 많이 공부도 되고 대신 근데 카자흐스탄에 갔다 오면 이상하게 자꾸 아파서 오니까 이게 좀 그렇지. 근데 자주 가면 돈이 비행기표가 싸진 않잖아요. 그런 거에 대해서 어떻게 생각하세요? 응? түсіндіңіздер ғой, үндемегеннен ақ түсінуге болады. 대답이 없었다는 거 그냥 내가 알아서 이해하면 되는 거죠? 아니야, 자주 가면 좋지. 좋아. 가서 두현이도 많은 걸 배우고 마누라도 가서 친척들 얼굴 보고 하면 좋지. 그냥 네가 갔다 오면은 자꾸 카자흐스탄만 갔다 오면 아파서 집에 한국 가서 아프면 그걸 또 한 달은 또 정상으로 돌아올 때까지 시간이 걸려서 그게 힘들지. 갔다 오면 좋지. 그러니까 아프지 말고 갔다 오면 좋겠다고. 알았어요. 안 아프고 갔다 올게요. 가서 만날 사람이 너무 많지? 엄청 많지? 앞으로도 자주 가도 되죠? Жолдасым ыдысын жуып жатқан кезде жолдасымның ойын біліп алдық. Ал енді жалпы кәрістердің ойын айтатын болсам, кәрістер көбінесе жаңа біз енді осы видеоны түсіру үшін көбінесе ақпараттарды қарадым ғой. Ақпараттарды қараған кезде негізі бұрын кәрістердің заманында, кәрістердің өмірінде
ол жаңағы келін тұрмысқа шыққаннан кейін болды, сол үйдің адамы, төркінге келсе де күйеуіңмен бірге кел, қол ұстасып кел, бөлек келме, қонуға келме, таңертең келді кеш кет деген сияқты болған екен біздің енеміздің заманында. Енем сөйтіп айтып отырады ғой. Енді жаңағыда біздің заманда төркінімізге барып қонып келе алмағанбыз. Төркінім мамам келіп біздің үйге қона алмаған деген сияқты. Қазір заман басқа, әрине қазір еркіндік заманы ғой деп айтып отырады. Сол кезде астында комментарийларды қарасақ, ер балалар айтады, әйелімізді дейді, өзіміздің үйге, ата-енесінің үйіне алып келу үшін бір апта бұрын жағдайын жасап, барып келгеннен кейін бір апта тағы да жағдайын жасап, ұрысып арасында сөйтіп бір көз қарасына қарап аламыз әйеліміздің дейді. Ал әйелдер керісінше төркініне жақын жерден үй алып, сол жақта тұрайық деп айтады. Апта сайын мамасымен кездесіп қыдырып атады, киноға барып атады. Оларға еш нәрсе дей алмаймыз деп жатады. Соншалықты қазір заман өзгерді ғой. Төркінге бару бұл жақта енді төркінге жіберу, жібермеу деген тема емес. Уже қаншалықты жиі барасың, қаншалықты аз барасың ғой. Менің ойымша енді әрине төркінге жолдасыңнан сұранып барасың ғой. Бірақ өзінің туған жеріне, өзінің туған ата-анасына ешкім ойбай бармайсың, үйде отыр деп айтпайтын шығар. Енді жағдайға байланысты көзқарасын айтуы мүмкін. Біздің жағдайда енді мен екі елдің арасында жұмыс жасайтындықтан, екі елге барып келіп жүргендіктен, мен жұмысты желеулетіп, сылтауратып, елге барып келем деп кете беретін кезім болады. Әрине көбінесе мен ұзақ уақытқа бара алмаймын, бір аптаға өйткені Кореяда жұмысым бар, балам бар деген сияқты. Ал енді біз қай уақытта Думамен бірге барамыз, Думаның жаздық қыстық каникулдарында бірге баруға тырысамыз, көрсетіп, бөлелермен ойнасын, қазақ тілін үйренсін деген сияқты. Жалпы осы бейнежазбада айтқым келетіні, төркінге қаншалықты жиі барасың дегенге, мен жиі барған сайын қуанам. Мен ұшаққа мінгенді жақсы көремін. Жолдасым айтып күлем ғой. Жұмыс жасауға мен білем, уже Қазақстанға түскен сәттен бастап менің әрбір секундым санаулы, мен жұмыс басты, адамдармен кездесемін, жұмыс істеймін, басқа істеймін, шаршап, ауырып қайтатынды білемін. Бірақ сол ұшаққа мініп төркінге бару, ол мен үшін қатты бір ерекше әсер сезім аламын. Және де барғаннан кейін барлық бауырларымның, ата-анамның жылы қабақпен күтіп алып, барынша көзқарасын қарап күтіп шығарып салатыны ұнайды маған. Тамақтарды сағынып барып жейміз ғой. Солары қатты ұнағандықтан мүмкін болса төркінге жиі баруға тырысамын. Әрине өзім жалғыз бара бермей, Думанмен, жолдасыммен жылына бір-екі рет бірге барғанды да құп көремін. Сіздердің Қазақстанда мысалға менің өзім Астанада сіңілім тұрады. Астанада сіңіліміз өз мамам айтады ғой, оның өз жылына бір-екі рет келеді, сен оған қарағанда қайда көп келесің ғой деп. Сол сияқты сіздер төркінге қаншалықты жиі барасыздар? Төркінге бару үшін жолдастарыңыздан қаншалықты жиі сұранасыздар? Әрине қазақта той томалақ деген бар, жиналулар көп қой, сондай кезде барып төркінді көріп қалатын себептер көп. Бұл жақта ондай болмағандықтан арнайы төркін деп барамыз. Қаншалықты төркінге жиі барасыздар? Сіздердің ойларыңыз қандай? Бейнежазбаны қорытындылайтын болсам, төркінге барайық, қайната енеміздің үйіне келейік, қыдырып керемет қонақ үйлерде жүрейік, бірақ өз үйіңе еш нәрсе жетпейді. Өз үйің өлең төсегім, бұл менің бейнежазбаның қорытындысы деп айтатын едім. Әрине туған туысқандарды аралап, ата-аналарымыз алдында бала болып еркелеп жүргенімізге не жетсін. Сау болыңыздар, барлықтарыңызды жақсы көремін.